Чатам, қалайсыңдар альфа бөлім оқушылары? Бүгін біз тақырыпта ең үлкен ортақ бөлгіш деген тақырыпты өтеміз. Бұл жерде айтылып тұрады. Ең үлкен ортақ бөлгіш. То есть 3 сан берілсе, немесе 2 сан берілуі мүмкін, 4, 5 сан берілуі мүмкін. Солардың ең үлкен ортақ бөлгіші. То есть мынаған қай сан бөлінеді, соны табамыз. Сол ең үлкен ортақ бөлгіш. То есть ортақ деген общий, осы үшеуіне бөлінетін ең үлкен сан деген сөз да. Мынаны түсінбесеңдер, қайтадан видеоны басынан көріп, асықпай, қайта видеоны көріп түсінгендерің дұрыс болады. Давайте жіктейміз бөлшектерге. 2-ге бөлеміз 6, 2-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1 қалады. Бұл не обсуждается? Бұны сендер өздерің так бөлуді білесіңдер. 2-ге бөлеміз 9, 3-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1. 3 сан берілген бізде. Тағы да 2-ге бөлеміз 12, 2-ге бөлеміз 6, 2-ге бөлеміз 3, 3-ге бөлеміз 1. Все, осы жерден түсінікті бізде қай сандарға қалай бөлінетінін таптық. Енді біз ең үлкен ортақ бөлгіші бізде не болады? Ең үлкен ортақ бөлгіші деген бізде мына сандардың общий қай сандар бар, соны табамыз. Мысалға мына жерде 2 бар, 2 бар, 2 бар. Все, 2-ні жазамыз. Көбейту. Мына жерде тағы 2 мынада бар ма? Мына жерде бар екен, бірақ мынада жоқ. Все, значит 2-ні жазбаймыз. Енді келесі үшеуінде де бар сан қай сан? 3 бар. 3 бар, 3 бар. Все, 3. Сол кезде 6 болады. Ең үлкен ортақ бөлгіші 6 болады. Қалған сандар қайталанбайды. Бұл жерде біз тек қана қайталанған сандарды алдық. Міне. Үшеуінде де бар санды алдық. Сол кезде 2 мен 3 болады, ол 6 болады. Қалай тексереміз? 12-ні 6-ға бөлеміз, бөлінеді. 2 шығады. 18-ді 6-ға бөлеміз, 3 шығады. 24-ті 6-ға бөлеміз, 4 шығады. Сонда барлығы 6-ға бөлінеді. Осылай ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз біз. Так, енді қараймыз, ең үлкен ортақ бөлгішін біз таптық. Енді бізге ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Ең кіші ортақ еселік деген мына сандардың барлығына бөлінетін сан. То есть, мысалға, 120 шықса, 120 мына үшеуіне де бөліну керек. 240 па 240 үшеуіне де бөліну керек. Бірақ біз ең минимальныйын алуымыз керек. Ең кішкентайын алуымыз керек. Оны біз қалай табамыз? Қараңыздар, мына жерде біз жіктеп тастадық. Бұлай ең үлкен ортақ бөлгішін тапқан кезде жіктедік та. Енді біз осы жерде не обсуждается? Ең үлкен санын бірінші қылып аламыз. Все, 24-ті жазамыз. Өйткені біздің мына жердегі сан мына үшеуіне де бөлініп шығу керек. 24-ті аламыз. Содан кейін енді бізде мысалға мынау 2, 3, мына жақта бар 2, 3. Бізде не жоқ? Бізде 3 деген сан жоқ. Көбейтілген 3 болады. То есть біз көбейткен кезде 72 болады ғой. Енді осы 72 деген санымыз біз 24-ке бөліну керек, 18-ге бөліну керек и дальше 12-ге бөліну керек. Енді біз бұл жерде қандай логикамен біз 3 деген санды алдық? Міне, бізде 3 бар, 2 бар, 3 бар, 2 бар. Бізде мына жақта 3 жоқ, дұрыс па? Мынау қатарда бізде 3 саны жеткіліксіз. Сол үшін біз 3-ке көбейтеміз. А мына жақтағы 3, 2, 2, ол и так мына жерде бар. 3, 2, 2 де бар. Сонда бізде тек 3 деген санды алып көбейтеміз. 72 24-ке де бөлінеді, 18-ге бөлінеді и 12-ге бөлінеді. Сол кезде біздің ең кіші ортақ еселігіміз 72 болады. 12, 18, 24 сандардың үлкен ортақ бөлгіші мен кіші ортақ еселігі 6,72 болады. Міне, осы жауап шығады бізде.